Қайырлы кеш, достар. Мен копирайтингқа қызығушы достар, бүгін сіздермен келіскендей вебинар арнайы, және бұл вебинарда кішкене жаңа ақпараттар болады. Бұрынғы ақпараттарды алып тастаймын деген сияқты. Және де осы уақытқа дейін көп адамдардың сұрап жүрген сұрақтары, андай адамдарға жеке-жеке жаңағыдай реклама жасаудың түрі қалай болады деген сияқты сол сұрақтарға жауап беремін. Және сіздерге арнайы дайындаған сыйлықтарым бар. Жалпы алдағы болатын 40 минутты, 20 минутты сіздермен жақсы өткіземіз деген мен ойдамын. Жалпы бүгін не болады деген сияқты толықтырып кетейін. Достар, сіздерге бүгін арнайы сыйлық болады. Оның алдында бір нәрсені таныстырып кету керекпін. Жалпы көп адамдардың сұрақтары, Ұлпан, жалпы кімнен білім алдың, қай жақтан оқыдың, және қалай біз оқысақ болады, қай жақтан білімдерін қолдандың деген сияқты сұрақтар болады. Және мен осы соңғы уақытта әсіресе Ресейге барып оқығандарым, және бір сөзбен айтқанда көлемді ақша төлеп оқыған курстарымды айта кетем, және ол жерден не білімдер алдым, соны қысқаша айтып кетейін. Жалпы бірінші бұрыннан жинап келе жатқан білімдерім бар, одан қоса бизнес модусының сабақтарын көрген білімдерім бар. Одан бөлек осы қыркүйек айында Мәскеуге барып арнайы оқып келдім. Ол жерде тек қана нөлден бастаған копирайтерлар емес, бұрыннан бері сол саланы мамандық қылып алып жұмыс жасап жүрген адамдардың, яғни нағыз копирайтерлардың арасында арнайы курстан өттім. Бұл жерде Эршу деп айтылады, ол мектептің аты, және Михаил Дашкиев. Бұл жерде танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар. Мен ең мықты кумирім жалпы упаковка бойынша, офер бойынша, тақырып бойынша осы кісінің жақында ғана осы желтоқсан айының соңында, қаңтар айының басында осы кісінің курсын бітірдім. Жалпы бұл кісінің 3 күндік курсының өзі 450 мың теңге тұрады. Және сол кісінің білімдерін қолданамын. Бірақ бұл жерде алған білімдерді барлығын қосу мүмкін емес бір вебинарда, сондықтан нағыз қысқаша қажетті деген жерлерді аламыз. Және соңғы курс бұл осы 2020-ның мақсаты болған, және де бұл курстан өттім. 4 бөлімде тұратын сабақ, және де әр сабақ бұнда 2 сағаттан тұрады, тапсырмалар бар, демек 8 сағатты сабақтан өттім, бір күндік. Денис Каплунов деген, бұл тек қана копирайтингқа тақырып жазу, Инстаграм бойынша біраз Инстаграмды продающий текстарға байланысты бұл кісі сабақ өтеді. Осы кісінің курсын аяқтадым, және осы материалдарды қосып отырып, мен осы курстарға қазір дайындалып жатырмын, және алдағы болатын өзім курстарыма дайындалып жатырмын. Және Дмитрий Код, жалпы кумирларымның барлығын сабақтарын алдым. Сабақты соңына дейін көрсеңіз не болады? Жалпы достар, бүгін сіздерге керемет сыйлығым бар, және жаңа форматта, жаңа материалда мен дайындадым. Жалпы сіздер, мен соңғы уақытта жинақтап шыққан 90 түрлі салаға жазылған, 4 технологиясы бойынша жазылған арнайы тақырыптардың 90 түрлі саланың мысалын берем сіздерге. Чек-лист, негізі гайд деп те айтады. Соңына дейін көрсеңіздер, менің бір шартым бар, соны орындасаңыздар, сіздерге сол сабақты беретін боламын. Чек-листте не бар екенін айттым, сол сабақтарды сіздерге беретін боламын. Ешқандай маған ол шығын да келтірмейді, жай ғана алып өздеріңіз қажеттеріңізге жаратасыздар. Ішінде сол сіздің салаңызда болуы мүмкін, өйткені бұл жерде қазір қоғамда жүріп жатқан салалар, яғни нарықта, сұраныста болып жатқан, қазір жақсы кетіп жатқан салаларға байланысты жазылған. Бүгінгі вебинарда не үйренесіздер? Жалпы мықты өтетін тақырыптардың 7 түрін үйренеміз. Мықты өтетін тақырыптардың 7 түрін. Одан кейін қалай жазбау керек деген бар. Қалай жазбау керек? Көп адамдар адам қарамайтын, адам өтіп кететін, адам қызықпайтын тақырыптарды қолданады. Осыны қалай жазбау керек, соны көрсетемін сіздерге. Сосын копирайтинг туралы қысқаша айтамын. Копирайтингтің жазылуының 3 түрі бар, мен соған жеке тоқталып өтем. Бірақ бұл туралы ұзақ, оның өзі менің курсымда 2 сағат, 3 сағаттық арнайы сабақ, сондықтан сіздерге жай шолу жасап өтем. Бірақ көп адамға осы мен өткізген тегін сабақтар жалпы пайдалы болады. Сосын қарапайым сөзді сатушы сөзге қалай айналдырамыз. Жаңа айттым ғой, нарықта енді қалай жазбау керек деген нашар сөздер бар. Енді қарапайым сөздерді қалай, мысалы біз айтамыз, көп клиент келеді, тәжірибесі мол деп айтамыз. Осы сөздерді қалай адам сатып алатын сөзге айналдыруға болады. Бұл да бір керемет әдіс, мен Ресейден үйренген курсымнан бұны айтам. Сосын Инстаграмда неге сатылым болмайды, клиенттер еріксіз номер қалдыратын бір керемет әдіс бар. Мен соны сіздермен бөлісем. Жақсы ма? Айттым, жалпы вебинар туралы бүгін не болатындығын. Қазір соңына қарап өтеміз комментарийларды. Жағдайыңыз қалай? Жалпы жақсы, достар. Мен мұнда курсыма қатысқан және қатысатын адамдар отыр екен алдағы уақытта. Таныстарым да бар екен, Телеграмда мықты белсенді достарым да отыр. Мен қазір Инстаграмда никтарынан қарап отырмын. Инстаграмдағы, керемет, жақсы.
өзіңіз қалайсыз? Мөлшермен 40-50 минут болады. Бұл сабақ жаңа айтқанымдай міндетті түрде көресіздер, міндетті түрде сіздерге пайдалы болады. Мен оған 100% сенімдімін. Сабақ сақталама, өкінішке орай вебинар сақталмайды, достар. Бұл вебинар сақталмайды өкінішке орай. Сондықтан сіздерге соңына дейін көруге мен айтамын. Және бұл сіздер көріп отырған арнайы сайттарда бұл соңына дейін сақталмайды. Жақсы ма? Енді кеттік. Жалпы бірінші тақырып жазуда 7 түрлі жол бар дедім, тақырып. Бұл 4U технологиясы, AIDA, оферға мен тоқталмай қояйын, өйткені сіздер жалпы шетін білесіздер. Және де мен қысқаша кез келген адам жасап кете алатын әдістерді айтамын, жақсы ма? Тақырыпты жазу жалпы 7 түрлі жол бар. Бұл жаңа 4U'дан бөлек клиенттің сұрағы бойынша дейді. Бірінші қараңыздар, ол қалай? Қалай бір айда ресторанның инстаграмын 10 000 адамға жеткізуге болады? Бұл адамды тартып тұр, Қалай бір айда ресторанның инстаграмын 10 000 адамға жеткізуге болады? Адамда интрига. Басқа инстаграмның подписчигін деп тұрған жоқ, именно ресторанның инстаграмын деп тұр. Демек, бұл өзінің аудиториясына бағытталған, өзінің аудиториясын тартып тұр. Қалай 3 шет тілін бір уақытта үйренуге болады? Адамға интрига туғызып тұр ғой, клиенттің сұрағы бойынша. Мысалға сіздер инстаграмға болсын пост жазыңыздар, сол жерде сіздер сұрақтарды шығарасыздар. Осы тақырыппен шығарсаңыздар, қалай 3 шет тілін бір уақытта үйренуге болады десеңіз, адам қызығып кіреді, дұрыс па? Ал егер сіз 3 шет тілін бір уақытта үйренуге бола ма деп сұрақ қойсаңыз, адамдар жоқ деп жауап береді. Өйткені адамдарға жоқ деген сұрақ қойуға болмайды. Мен байқаймын да, адамдар мынандай тақырыптар жазады, сенің қарның ашты ма десе, немесе жоқ деп жауап бересің ғой, дұрыс па? Кейбіреулер айтады, сен бұл өмірден жалықтың ба, немесе қандай айтады, саған қызықсыз болып кетті ма, жұмысыңнан жалықтың ба дейді. Ешқандай адам жалыққан жоқ, мен сол жерде істей беремін деп айтпайды ғой, мысалы, жұмыстан жалыққан адам, дұрыс па? Ал қарныңыз ашып тұр ма десе, жоқ, қарным ашқан жоқ, мен 10 күн тамақ ішпеймін деп, немесе күлкілі, бірақ адамдар сондай сұрақтар қоятын сияқты, бір мөлшерін айтқанда. Немесе бүйтеді, балаңыздың қауіпсіз болғанын қалайсыз ба дейді. Әрине, есі дұрыс адам баласын қауіпсіз болған қалайды ғой. Сондықтан, достар, жоқ деген сұрақ қоймаңыздар, ешқашан. Оны бизнесте жалпы негізі оны жабық сұрақ деп қояды. Жабық. Сіз клиентке жоқ деген сұрақ қоятын беріңіз, сен таңертең тамақ іштің ба десеңіз, ол сізге немесе жоқ деп жауап береді, дұрыс қой, Енді таңертең сен қандай тамақ іштің десеңіз, ол демейді ғой, немесе жоқ демейді. Каша жедім, немесе просто кофе іштім деп айтуы мүмкін, Сондықтан бұл бірінші сіздерге клиенттің сұрақ қойған кезде сіздерге жоқ деген жауап қоймаңыздар, жақсы ма? Бірінші түсінікті деп ойлаймын. Қазір комментарийді ашамыз. Қалай шашты бір айда бір қарыс өсіруге болады? Қалай телефонды үйден шықпай-ақ жөндетіп алуға болады? Қалай ETSP ключті үйден шықпай интернеттен жасауға болады? Қалай жалпы Google-ға как десеңіз шығады ғой, мысалы, қазір сіздерге экранға да көрсетіп тұрмын, как решить проблему, как исполнить желание деген сияқты тұр. Қалай армандарды орындауға болады, қалай деген жалпы. Как быстро вернуть деньги деп тұр. Енді екіншісі бізде қызмет көрсету. Қызмет көрсету бойынша бұны қалай айтсам болады екен. Сіздер қызметтің атын жазасыздар, одан кейін барып нәтижені айтасыздар. Қараңыздар. Ресторанға арналған Instagram раскруткасы бір айда 10 000 жазылушы. Адам тартып тұр. Instagram раскруткасы именно ресторанға арналған бір айда 10 000 жазылушы болады. Балаларды оқыту орталығы 7 күнде балаңыз математиканың есептерін өзі шығаратын болады. 7 күнде балаңыз математиканың есептерін өзі шығаратын болады. Бұл да адам тартып тұр, 7 күнде балаңыз есептерді өзі шығарып алады. Бірінші не екенін айтып тұр. Бірінші курс не екен? Ағылшын тілі оқыту орталығы бір айда балаңыздың деңгейін элементариді бітіреді, немесе бір айда балаңыз бір деңгейді аяқтайды деген сияқты, жақсы ма? Бұл қызмет көрсету бойынша. Түсінікті ғой, бірінші қызметті жазып аласыздар, одан кейін нәтижені айтасыздар. Сосын келесі үшінші бізде мамаға бағытталған для деп айтады ғой, для чайников деген сияқты, для копирайтеров деген сияқты ғой. Скорая медицинская помощь для домашних животных деп. Не айтып тұр? Тақырып сіздер адамды кімге екенін бағыттап тұр, бағыттау мақсатында, жақсы ма? Соңына оферт қолданып кетесіздер. Маркетологтарға арналған деп тұр. Бұл арналған. Енді біздің қазақ тілінде для емес, енді арналған, сол үшін деген мағынада ғой. Маркетологтарға арналған 20 күндік копирайтинг курсы. Маркетологтарға арналған. Тағы қандай мысал келтірсем болады? Кәсіпкерлерге арналған 10 күндік жаңа жарнама жазу курсы деген сияқты. Осылай мен өзім курстарына мысал келтіріп отырмын, осылай кетеді. Жақсы ма? Мамаға анализ, то есть мамаға бағыттаған. Келесі бізде
Соңғы нәтиже, қазір достар мен комментарий бір қарайын. Достар, плюс қойып кетіңіздер, егер түсінікті болса, сіздерге түсінікті болып жатса. Жалпы мен өзім сайтыма да бір тегін сабақтар қойып қойдым сіздерге арнайы. Сол сайттан өтіп көрсеңіздер болады. Сайттың сілтемесін шығарып қоямыз қазір. Соңында көрсеңіздер болады. Сайттан тегін сабақтар бар, тегін ақпараттар да жүктей аласыздар. Кез келген кәсіпке жазуға бола ма? Копирайтингті да, тақырыпты да кез келген кәсіпке жазуға болады. Сіз интернетке сіз қандай саламен айналысасыз, оған міндетті түрде жаңағы жарнама мәтіндері керек. Мен сатам, үй сатам, дала сатам, жер сатам деген нәрсе ол қызық емес уже адамдарға. Просто тақырыппен әдемілеп жазу керек, жақсы ма? Енді соңғы нәтиже. Бұл соңғы нәтиже деген кез келген саланы, кез келген істі жасаған кезде оның соңғы нәтижесі болады. Соңғы нәтижесін көрсетесіздер. Мысалы, қараңыздар, мына жерде отработанный пищевой масланы алып кетеміз, оған ақша төлейміз дейді. Нәтижесі сондай. Егер ақшаңызды 3 айда проблемаңызды 2 айда шеше алмасақ, сізге ақшаңызды қайтарып береміз. Жалпы нәтиже қалай, соңғы нәтижеге көрсетіп тұр да. Мысалы, балаңызды 1 айдың ішінде ағылшын тілінен мына деңгейге көтермесек, ақшаңызды қайтарып береміз. Сіздің тойыңыз жаңа дәмі ұнамаса, тағам немесе қонақтарыңызға ұнамаса, біз сізге тегін ақшасын алмаймыз деген сияқты соңғы нәтижені көрсету керек. Мына мысалда түсінікті ғой сіздерге, товарыңызды сыртқы нарыққа шығарып береміз 2 айдың ішінде. Товарыңызды Амазонға қойып береміз деген сияқты мінекей осылай шығады. Жалпы достар, қазір комментарийді қара. Кез келген жазуға болады. Және де достар, мына ақшаңызды қайтарып берем деген нәрсе екі түрлі жағдайда өтеді. Бұны сегментке байланысты. Жалпы сіз қымбат, мысалы, сегментке, мысалы, 3 классқа бөлінеді ғой, эконом, стандарт, VIP деп. Соның ішінде эконом класстарға бұл ақшаңды қайтарып берем деген нәрсе өтеді. Ал ақшасы бар, состоятельный адамдарға, оларға ақшаңды қайтарып берем деген офер өтпейді. Сондықтан офер жазғанда да аудиторияны дұрыс бағыттап алыңыздар, жақсы ма? Ол туралы мен қазір көрсетемін, жақсы ма? Көрдіңіздер ғой, алатын пайдасы енді вебинар өткізіп 30% үнемде алатын пайдасы. Получите больше клиентов из социальных сетей. Нақты мына жерге уақытында қоя салуға болады да, за 3 недели, мысалы, за час, қалай ыңғайлы, солай көрсетуге болады. Ақшаңызды егер налогтан дұрыс болмаса, сіздің ақшаңызды қайтарып береді. Немесе налогтағы толық жаңағы документтеріңізді дұрыстап береді деген сияқты осылай тақырыбын келтіріп отыр. Алатын пайдасын келтіріп тұр. Бұл жерде достар, қазір сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Бұл жерде тек қана бұл 7 жолы, 7 түрлі. Бұл жерде қараңыздаршы достар. 4 технологиясы ол бөлек болады, нақтылығы, жылдамдығын, ерекшелігін, пайдасын жазады. Ол бөлек өз алдына үлкен тақырып. Оны әрине курста біз өтеміз сіздермен алатын пайдасы. Ал мен бұл жерде сіздерге оның уақыттың қысқалығына байланысты нақты сіздер нені үйреніп кете алады. Мен соған байланысты мысалдар беріп отырмын. Өйткені сіздердің 40 минуттарыңыз болса да, ол сіздердің алтын уақыттарыңыз. Сосын маған ол маңызды, жақсы ма? Қазір тағы да бір сұрақтарыңызға жауап берейін. Жалпы копирайтинг деген не? Копирайтинг туралы мен қазір алдағы уақытта айтамын, жақсы ма? Өйткені оған арнайы презентация бар. Курс туралы айтсаңыз, оны да алдағы уақытта айтамын. Жалпы курс 2 топқа бөлінеді бізде. Курс кәсіпкерлерге, курс копирайтерларға, яғни кәсіпкерлер мен копирайтерлар, маркетологтардың курсы 2 бөлек болады. Кәсіпкерлердің курсы бізде 10 күнде созылады, ал маркетологтардың курсы бізде 20 күнге созылады. Ол жерде 12 сабақ болады. Бізде 1 күн теория, 1 күн практика деген сияқты. Модераторлармен жұмыс. Жалпы ол туралы да айтамын, жақсы ма? Курс қашан болады? Курс бізде 25-ші, осы айдың 25-ші қаңтарда басталады. Жақсы, түсінікті болса, жалғастырамыз. Сұрақтар достар қойып отырыңыздар, жақсы ма? Сіздердің белсенділіктеріңіз маған маңызды. Плюс қойыңыздар, минус қойыңыздар, әйтеуір белсенді болсаңыздар болды. 6-шы сұрақ жауап арқылы. Мысалы, қараңыз, қарапайым былай жасауға болады да. Бірінші мысалда, қалай үйде отырып торт пісіру арқылы айына 350 мың теңге табуға болады. Жаңа айттым ғой, қалай үйден шықпай телефон жөндетуге болады. Осылай сұрақ жауап арқылы бұл да бір тақырып шығарудың жолы. Жалпы адамдарға мен жаңа айттым сіздерге, подход бермеу керек, жоқ деген, жақсы ма? Келесі бізде 7-ші жаңалық. Адамдар жаңалыққа қарайды. Қазір достар бір құпияны айтып кетейін. Адамдар таргетинг жүрген кезде, осы
жаңалық арқылы жасап жібереді. Мысалға ағай айтты, мысалға Тоқаевқа мен хат жолдадым деп бір видеосы шықты ғой. Сол мысалда бүйтіп айту керек та, мысалға жаңа қарапайым кәсіпкер немесе бір кәсіпкер Тоқаевқа тікелей жаңа президентке тікелей жолдауы бар екен. Тікелей жаңа сәлемдеме жолдапты. Тікелей видео арқылы өзінің қажетті ақпаратын жеткізіпті. Вот мысалы адамдарға жаңалық. Немесе тағы интрига болатындай қарапайым кәсіпкер Тоқаевқа жеке өзіне жіберді, тура өзіне жіберді. Сол қарайтын уақытқа жаңағыдай қарайтындай жіберді деген сияқты айтуға болады да. Вот адамды ол интрига туралы осының бәрін жаңалықтар жүріп жатыр. Сосын бір қызық айтып кетейін, иә. Біз аяқ киім айналысып жүрміз ғой, енді аяқ киім айналысқанда мен бизнес бастауда аламан курсында оқыған кезде осы жаңалық туралы бұрын естіген кезде былай жасадым. Қазақстанға келетін аяқ киімдердің 90% адамға рак ауруын туғызады екен деп жаздым, тақырып баннермен жасадым да, астына текст жазып жібере салдым. Вот бұл дегеніміз жаңалықтан алдым, соңында Массагеттен алынған ақпарат деп қосып қойдым да, продвигать етіп жібердім. Яғни ол жаңалық кетті, адамдар қарайды оны. Бұл жерде нативный рекламада мен тауарымды сатам, мен тауарымды осылай жаңағы тікелей сатам деген тема емес бұл жерде. Бұл жерде адамға тұспалдап жеткізіп тұр. Тұспалдап, иә? Вот сіз адам сізге қызығып кірді, вот сізге подписчик болады, сіздің тіркелсе болды ол сізге. Главный сіздің салаңызға аздап жаңағыдай жуықтаса, аздап жақын болса болды. Бұл жерде мына нәрсені есте сақтау керек та. Бұл жерде бір артықшылығы сіз айналып келгенде любой жаңалықты айналып келіп өзіңіздің салаңызға байланыстырып қоя аласыз. Бұны биттің мысалы деп айтады. Биттің мысалы дейді. Любой саланы аласыз да айналдырып келіп осы өзіңіздің салаңызға айналдырып келесіз. Кішкентай жері болса да, жақсы ма? Бұл жетеуін біттік достар. Жалпы тақырып жазудың мен көрсеткендей 4U, AIDA деген технологиялар бар. Оны сіздер сол жерде көресіздер. Енді мынаны қараңыздаршы достар. Жалпы тақырыптың маңыздылығы сондай, біздің аудитория бізді қалай іздейді, біздің подписчиктарымыз болсын, біздің OLX-тағы іздейді деген адамдарымыз болсын, қалай іздейді, біз солай шығару керекпіз. Қалай іздейді? Мысалы қараңыздаршы, мысалы реставрация ван, акрилом деп тұр, 10 000 теңгеден басталады деп тұр. Вот адам бірінші қалай іздеді, соны жазды, просмотрын қараңыздар, мен белгілеп көрсеттім. Алексей деген 26 052 просмотр. 26 052 просмотр. Көрдіңіздер ма? Вот адам не деп іздейді? Бірінші не деп іздейді, соны жазасыздар OLX-қа. Екінші, соңынан ключевой сөздерді, кілт сөздерді қоса беру керек. Вот мынанша теңге, мынанша теңге деген сияқты. Немесе без посредников, официальное дилерство, гарантия качества, қанша жылға гарантия бересіз, соны жазыңыз деген сияқты ғой. Жақсы ғой, бірінші просмотр. Ал екіншісін қараңыздар, бұл жерде 20 ғана просмотр. Бір қызығы, если что, ценой договоримся дейді. Вот тақырыпты бұл осылай жазып қойғанда, бұл дұрыс емес. Көрдіңіздер ме, бұл адам не деп іздейді, бұны ешкім көрмейді ғой, 20 просмотр бар. Мен үнемі сабақтарымда айтам, бір кісі былай жазып қойғанда, балаңызды бақытты етеміз, балаңызды қауіпсіз етеміз деп тақырыпты жазып қойған. Бірақ OLX-та адамдар іздемейді. Дұрыс қой, OLX-та іздемейді. Сондықтан мұқият сіздер адам қалай іздейді, соны жазасыздар. Мына жерде 20 ғана просмотры. Жоқ, бірінші мысал 49 екен, екіншісінде 20. Қазір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен сосын толықтырып айтып кетемін. Не деп іздейді, бірінші соны жазасыздар, одан кейін тақырып кетеді соңына. Екінші мысал қараңыздар, велосипед Қазақстан шоссейный деп қойған. Бұны да адам Қазақстан деп іздемейді да, велосипед, оптом іздеу мүмкін, велосипед деп іздеу мүмкін, 20 ғана просмотр. Ішінде тіптен текст жоқ, копирайтинг жоқ, мүлде жоқ, адамды тартып тұрған жоқ қой. Сондықтан бұның просмотры аз. Жақсы ма? Мынандай нәрсені естен шығармау керек, достар. Сіздерде просмотр қаншалықты, то есть рекламаңыздың качествосы толық ережеге сай жасалған, және де жақсы жасалған болса, соншалықты көрілім көп болады. Ал қанша адам көбірек көрген сайын, ол соншалықты адам сізге хабарласады. Дұрыс қой, 200 адам көрсе, көп адам көрген сайын көп адам хабарласа. Ал көп адам хабарласа, сіздерден көп адам сатып алады. Осы нәрсені ұмытпау керек. Жақсы ма? Бізде бизнес бастауда болсын, өзім курстарында болсын, ККК, ККХ, ККА деп айтамыз біз. Вот осы үшеуінен жүреді. Жақсы ма? Енді суреті ол жерде маңызды. Ол туралы толық мен курстарда айтам. Жалпы достар, тағы айта кетейін. Соңына дейін вебинарды көрсеңіздер, вебинарға соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге арнайы дайындаған сыйлығым бар. Жаңа айттым. 90 түрлі салаға жазылған арнайы 4U технологиясы бойынша тақырып. Аласыздар да просто орнына қойып жарнамаға жібере бересіздер болды. Вот егер сіз бірінші уақыттан бастап сіз клиентіңізді қызықтыра алмасаңыз, онда сіз оны жоғалттыңыз. Сосын достар,
біз аудиторияға бөлген кезде бізде мынандай нәрсе болады. Аудиторияға бөлген кезде біз әр аудиторияға жеке-жеке біз сегментке бөлеміз және жеке аудиторияға бөлеміз. Енді қазір оны қалай болатынын айтам. Қазір мен сіздерге сызып көрсетейін, жақсы ма? Жалпы достар, аудиторияға бөлу деген ол былай болады, қараңыздар. Сіздің мысалға мама деп айтады ғой енді оны. Мама целевая аудитория менен алу мүмкін адамдар, я. Енді оны мен қарапайым бөлем да, мысалға сіз бір ағылшын тілі курсы деп алайық. Ағылшын тілі курсы. Ол ағылшын тілі курсын кім оқуы мүмкін? Біріншісіден студент оқуы мүмкін. Дұрыс қой? Студент болуы мүмкін. Одан кейін мектеп оқушысы, бірақ оны шешім қабылдайтын адам кім? Оның мамасы, я, оқушы деп жаза салам. Оқушы, ата-ана. 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 Одан кейінгісі бізде бір қазір бизнесті ағылшын тілінде үйренетін адамдар көп. То есть ағылшын тілін бизнеске байланысты үйренетін адам көп, керісінше, я. Мысалға өзінің кәсібі бойынша шетелге барғысы келеді, өзінің жұмысы бойынша барғысы келеді. Қазір басқа жақты білмеймін, бізде Алматыда ол трендте қазір бизнес английский деген көп адамдар соны оқып жатыр да. Енді бұл жерде мен кәсіпкер деп жазайын. Кәсіпкер. Енді реклама қалай кетеді, достар? Әр аудиторияның сұранысы ол әртүрлі. Дұрыс қой? Әртүрлі сұранысы. Енді мысалға мен студентті алдым. Студентке не маңызды? Мысалға студентке баға маңызды, дұрыс қой? Бағаға байланысты оған оферді тақырыпты бөлек жазасыздар. Офер тақырып бөлек жазылады. Жеке подход деген осы. Одан кейін оқушы студент, оған не маңызды? Оған нәтиже маңызды. Мысалға ата-анасы, жоқ енді мына жерде барлығына нәтиже маңызды ғой, бірақ көбірек кімнің қажеттілігі қандай деген сияқты. Нәтиже, мысалға 3 балдан 4 бал деген, мысалы мектепте баға қояма, қазір қоймайма, білмеймін. Бірақ осылай деңгей көтеру деген осы маңызды, дұрыс қой? Енді келесі аудитория бізде кәсіпкерлер. Кәсіпкерлерге оның уақыты жоқ, оған келіп үйреткен маңызды, дұрыс па? Келіп үйрету деп жазып қоясам. Келіп үйрету. Келіп үйретті, яғни бұл кісіге келіп үйреткендігі маңызды, және де бір апта немесе бір айда ағылшын тілінен жаңа бизнес английскийді үйреніп шыққан маңызды. Яғни әркімнің қажеттілігі әртүрлі, достар. Мен жаңа тақырып жазғанда айттым, жеке подход деген нәрсе болады деген сияқты. Жеке подход деген осы. Енді сіз мынаған бұл жалпы қазір біз офер жазуды айтып жатырған жоқпыз, бірақ тақырыпқа байланысты болған соң мен кішкене айтып жатырмын. Себебі біз әр аудитория сұраса, біз барлық адамға ағылшын тілін үйретемін деп жаза береміз. Бірақ оған студентке арналған ағылшын тілі ма, или сіз оқушыларға жасап жатырсыз, оны адам түсінбейді, сіз тек қана ағылшын тілі деп жай ғана айта бересіз. Сондықтан, мына жерде аудиторияны жеке бөлдік, енді оферда басқаша болады. Енді қараңыз, бағасы айтсаңыз, мысалы, бағаны айтқан кезде, егер сен бізден арзан тапсаң, ағылшын тілін, мынанша деңгейден мынаншаға дейін өткізетін, бізден арзан тапсаң, саған одан арзанға береміз, немесе одан арзанға оқытамыз деп сіз оны айта алмайсыз, дұрыс қой? То есть айта аласыз. Енді нәтиже, оқушы болатын болса, сіз ата-анасына былай офер дайындайсыз да? Вот балаңыздың деңгейін 2 айдың ішінде 3 балдан 4 балға көтеріп берем. 3 балдан 4 балға көтеріп берем. Болды, мынаған өтеді, мынау осыған өтті деген сөз. Ал келесі бізде кәсіпкерлерге арналған. Кәсіпкерлерге не маңызды? Бір айда шығаратын, бір аптада немесе бір айда шығаратын нәтижесі маңызды. Бұл ол жерде мынандай нәрсені айтады да. Сіздер үйреткен кезде сен өзіңнің қажетті ағылшын тілін осы бір аптаның ішінде меңгеріп шығасың, шетелге бір аптаның ішінде шығып кетуіңе болады деген сияқты. Вот әр аудиторияға әртүрлі. Біздің жіберетін қателігіміз, достар, мен бұны каша деп айтам, жалпы шынымен каша, себебі мысалы мына жерде адамдар тұр. Достар, мұны маркер жазылмай тұр. Адамдар тұр ғой, мысалы мынаның барлығына, мысалы біздің клиенттеріміз мынау мантр жегісі келеді, мынау пельмен жегісі келеді, мынау борщ жегісі келеді, мынау плов жегісі келеді деген сияқты. Ал біз аламыз да барлығына каша береміз. Сен жесен де жейсің, жемесен де жейсің деген сияқты. Вот мен қарапайым тілде осыны адамдар жақсы түсінеді, жақсы ма? Мына көрініп тұр ғой, иә? Сіздерге көрініп тұр ма? Вот мінекей каша беріп тұрған сияқты. Ал бұл өтпейді. Ал сіз реклама жібересіз да, былай жазасыз. Именно студенттерге арналған ағылшын тілі. Бір айда мынандай деңгейді бітіресің. Бізден арзан тапсаң, сені одан арзанға мен оқытып берем деген сияқты. Мен мысал айтып жатырмын, жақсы ма? Вот оқушы, мектеп оқушыларына алған ағылшын тілі, мен жаңа айттым ғой, бірінші для
арналған деген сөз болу керек деп. Вот одан кейін андай. Бірақ достар, мынандай нәрсені естен шығармау керек та. Жазған кезде сіздер бірінші адам рекламаны қалай іздейді? Мен бұл ағылшын тілін жақсы Оликстанда іздейді ғой, бірақ басқа салалар болса, сіз бірінші колеса, крыша болсын, не деп іздейді, соны іздеген бойынша жазасыздар да, одан кейін осылай офферларыңызды қолданасыздар, жақсы ма? Сосын достар, мен сол видео отзывта мен алдында да YouTube каналыма, Телеграмға жасадым ғой, бірақ сонда сіздерге қазір қайта көрсете саламын. Ол жерде мен былай жасаған болатын, Наргиза деген қыз болды. Ол Наргизамен біз жұмыс жасадық, 15 минут жұмыс жасадық. Просто оған былай жасайсың, мынандай офферлар өтеді деп айттым. Ол соны істеді. Ол қалай жасады? Сантехникалық қызметпен айналысты. Сантехникалық қызметті осы бойынша маған көп адамдар жазып жүр. Ол бірінші ЖК-ларға, жеке үйлер бар ғой, ЖК, одан кейін коттедждарға бөлек, мектептерге бөлек, одан кейін тендерщиктарға бөлек реклама жіберді, аудиторияны бөліп. Неге? Себебі мынаның қажеттілігі, сұранысы бөлек, оған бөлек тақырып керек, мынаған бөлек, мынаған бөлек, мынаған бөлек жасады. Өйткені тендерщиктарға документтің дұрыс болғаны, жаңа уақытында біткен маңызды ғой. Сондықтан достар, мен ең маңызды айтқым келгені, мына жерде әр аудиторияға сіздер жеке подход жасасаңыздар, сіздердікі сол өтеді. Барлығына бірдей каша бермеңіздер, жақсы ма? Одан кейін осыны сегментке бөлуге болады. Бұның өзі үлкен ауқымды тема, достар, мен бұны өзім курсымда өткізем. Негізі эконом класс, стандарт класс, VIP класс деп үшке бөледі ғой, бағаға байланысты. Осыған байланысты да рекламаларды жазуға болады. Яғни сіз арзан тауар алатын болсаңыз, мысалға сіз қазір, мен біліп отырам, өйткені мен әр вебинарымда, әр сабағымда VIP класстарға, яғни қымбат мебельдер жасайтын кісілерге үнемі арзан 300 мың теңге алатын, 3 миллион теңгеге жасайтын кісіге 300 мың теңге алатын адамдар хабарласады. Неге? Себебі сіздің рекламаңыз сондай деңгейде тұр. Сіз егер эконом классқа арзан мебель жасай болсаңыз, сізге тек қана арзан мебельге заказ беретін адам хабарластыра алатын. Сіз VIP классқа жасайтын болсаңыз, сізге тек қана сондай клиенттер хабарластыра алатын жарнаманы біз өзіміздің курстарда үйренеміз негізі. Жақсы, бұны бітірдім. Бұл толық емес, өйткені уақытқа шектеуіне байланысты қысқаша айтып тұрмын. Қазір мен презентациям копирайтинг туралы кішігірім сіздерге тағы айтып кетемін, жақсы ма? Енді қазір комментарий бір оқып шығайын, шолып, достар. Жеке подход. Олай болады. Әр аудиторияға, яғни сіздің қажеттілікті, мысалы айтып тұрмын ғой, сізге көп адамдар маған жазатын, айтады, мен VIP классқа мебель жасаймын, мен курсым қымбат, бірақ маған неге адам жаңағы ақша бағасы маңызды деп айтатын адамдар хабарласады дейді. Ал олардың әрқайсының өзінің несі бар, көрдіңіздер ма? Өзінің жолы бар, мен жаңа көрсеттім ғой. Копирайтинг қалай жазылу керек? Жалпы копирайтингті жазудың 3 түрлі жолы бар. Оған мен тек қана шолып өтем, достар, жақсы ма? Өйткені уақыт бізде қазірдің өзінде жарты сағат уақытынан 40 минутқа жуық уақыт өтіп кеткен. Клиенттің күмәнін жабу арқылы копирайтинг жазуға болады. Копирайтинг клиенттің күмәнін жабу. Екінші бізде сұрақ қою арқылы. Клиент, қараңыздар, достар, адамдар сізге қай уақытта сатып алмайды, сіз оның күмәнін жаппаған кезде, сіз оның жаңағы күмән деген нәрсе болады ғой, ол дегеніміз, сіз гарантия бересіз ба, сіздің кепілдігіңіз бар ма, адамдар ойша салыстырады. Ал клиенттің күмәнін, сіз өзінің клиенттің күмәнін анықтайтын бір әдіс бар негізі. Ол возражениені жабу деп айтылады. Ол возражениені жабу арқылы копирайтинг жазуға болады. Ол өзінің бір жолы, яғни жарнама мәтінін жазуға болады. Енді оның бәрі курста айтылады. Бұл жерде уақыт қысқа, жаңа айтқандай. Сұрақ қою арқылы арнайы 7 түрлі сұрақ бар. Ол сіздің кәсібіңізді толық ақтарып шығады, төңкеріп шығады. Сол сұрақтарға жауап берсеңіз, кәсібіңіздің барлық сұрағына жауап беруге мүмкіндік. Одан кейін проблемасын шешу арқылы. Бұл да маңызды, себебі адамдардың проблемасын шешпесеңіз, сіз клиент, сізге мысалы, мен маркер сатып жатырмын. Ол адам сатып алатын адам проблемасы не? Бұрын жазылатын маркерлер өшпей қалуы мүмкін доскадан. Бұлар ұзақ уақытқа жетпей қалуы мүмкін, жазылмай қалуы мүмкін, аз уақыттың ішінде деген сияқты ғой. Сондықтан ол адамдардың проблемасын шешсеңіз, болды, клиент сіздікі. Түсіндіңіз ғой, Вот бұл копирайтингтің 3 түрі, жалпы ол туралы тағы толықтырып біз курстарда айтамыз. Қарапайым сөзді сатушы сөзге қалай айналдырамыз? Достар, біздің нарықта қарасаңыздар өте көп андай сөздер бар да, адамның сенімін ұялатпайтын. Сіздер осыдан 2 жыл бұрынғы жарнаманы қарасаңыздар, оларға күлкілеріңіз келеді. Сіздер тіпті өздеріңіз де ол затты сатып алмайтын болсыздар. Себебі ол бірақ уақытында трендте болды, уақытында керемет болды, бірақ ол қызық емес та. Ондай сөздер бар, қараңыздар.
Көп жылдық тәжірибем бар деген сөздер бар. Көп клиенттер болды менде осы уақытқа дейін деп айтады. Много клиентов деп жазып қояды. Крутой болып, бірақ ол түсініксіз адамдарға. Сосын супер цена деген нәрсе бар. Бұлар достар болмайды деген сөздер. Акция, самая низкая цена, супер качество. Вот осы сөздерді қолдануға болмайды. Вот мүлде қолдануға. Бұл сөздердің орнының барлығын ауыстыру керек. Адамға сенімділік керек, дұрыс па? Қараңыздаршы, мен бүйтіп айтамын. Үнемі мен мысалдарын айтамын да, көшеде машиналар кетіп бара жатыр, ол жерде біреу светофорға көп машина тоқтады деймін. Сіз немесе офиста көп адам отыр деймін, сіз вау, көп адам болса 200 адам кепті ғой бүгін мастер-классқа деп сіз келе жатырсыз да, бірақ келсеңіз сізде 15 адам отыр мүмкін. Дұрыс қой? Сол сияқты көп деген әркімге әртүрлі көп. Бұл өте маңызды рөл дейді достар. Мен көп жылдық тәжірибем бар деп жазыңыз, адам кіреді да, ол бұның 2 жылдық тәжірибесі бар екен ғой, мөлшермен дейді да, шығып кетеді. Ал мен 15 жылдық тәжірибем бар деп жазсаңыз, мына 15 жылдық демек бұған сенуге болады дейді, сіздің процентіңіз, то есть табатын жаңа ақшаңыздың проценті өседі. Көрдіңіздер ғой достар. Сондықтан әрбір сөз маңызды. Енді қараңыздар, онандай сөздерді мына высокий, опытный, широкий, простой, дешевый деген сөздер керек емес. Опытный деген сөздің орнын, вот 10 жылдық ресторан бизнесте у них сертификаты бар, көрдіңіз? Эффективный деген 100%, оперативный деген доставка пиццы за 30 минут или бесплатно. Вот, міне мықты шығарып жатыр да. Недорогой дейді, цена значит дегенден басталады деп жазып жатыр. Качественный деген сөздің орнына емес, вот стандартқа сай, стандартқа талапқа сай, сертификатталған деген сияқты сөздер жабуға болады. Мысалы, качественный товар емес, сертификатталған товар. Качественный аяқ киім емес, Қазақстанның ұлттық өнімдерді жаңа қолдау несіне сертификатталған, қолдануға болады, шығаруға болады деген несі бар, доступы бар деген сияқты ғой. Высококвалифицированный деген сөз бар. Бұл жерде қанша жылдық тәжірибесі, вот көрдіңіздер ма? Вот сіздерде де осылай ма? Кімде осындай қателіктер болды, достар? Енді соны түзеңіздер. Оны адам сенбейді, оған мүлде сенбейді. Жақсы ма? Достар, сыйлықтарыңыз беріледі, асықпаңыздар соңына қарай. Айтам қалай алу керектігін. Осындай, я это сделаю, я хорошо сделаю, вот быстро, качественно емес, вот ең жек көретін сөздер, бұның бәрін әдемі сөздермен алмастыруға болады. Жақсы ма? Достар, Инстаграм туралы біз жалпы қысқаша шолып кетейінші. Инстаграмда сатылым әкелетін жарнама мәтін жазу, бұл копирайтинг жазудан кішкене айырмашылығы бар. Себебі қазір Инстаграмда адамдар тікелей сатып алмайды. Адамдар көреді жарнаманы, просто көреді. Мысалға біз OLX-та неге бізден адамдар хабарласады, өйткені олар өздері іздейді, дұрыс па? Ал Инстаграмда өздері іздегенмен қоса сіз бір адам подписаны болады да, мысалы сіздің Инстаграмыңызға, оны өздеріңіз білесіздер ғой. Сізді көріп жүреді, бір күні күшті постың шықты, ұнады. Вот, маған керек екен дейді, номерін қалдыра салады. Инстаграм мен OLX-ің жарнамасын жазу, ол жер мен көктей. Сондықтан бұл екеуі басқаша болады да. Ал Инстаграмда пост жазу, ол нативная реклама дейді. Инстаграмда мен мынаны сатам деген нәрсе өтпейді. Біз тікелей жасап жатырмыз ғой, OLX-та. Ал Инстаграмда ол нативный кету керек. Сіз әдемілеп бір оқиғамен байланыстырып, бір пост жазып келіп жатасыз да, соңына тарс еткізіп, өзіңіздің услугаңызды немесе затыңызды қыстырыстырып жібересіз, яғни келістіріп жібересіз, сонда адамдар сізге номерін қалдырады. Жалпы бұл достар кішкене уақыттан кешірім сұраймын, біз уақытта үлгере алмай қалдық. Сондықтан бұл енді алдағы вебинарларда немесе курста мен толық айтам. Бұл курстың өзінде бұл 2 сағаттық арнайы сабақ, негізі үлкен, бұл қазір тікелей өтпейді жарнама. Кез келген курс болсын, сіз затыңыз ол тікелей бағасы мынанша деген өтпейді. Сондықтан достар барлығы осылай жасалады. Сыйлықты алу үшін дейді. Достар, сыйлықты алу үшін қазір сіздер былай жасайсыздар. Осы жерде сіздерге жаңа телеграм болсын, қайсы WhatsApp-ның сілтемесі қойылады. Сол жерге сіздер өздеріңіз қазір өтесіздер, және жаңа инструкцияны сіздерге астына жазып қоям. Өтесіздерді бассаңыздар болды, сіздерге жаңа ақпарат жіберіледі. Просто барып, өз арнайы кнопка дайындап қойдық, соны басасыз мына жерден өтіп, вот сол жерден сіздерге арнайы сыйлық дайын тұр. Жақсы ма? Комментарийға да жазып қоямыз, түсінікті болу үшін алып қарайсыздар, сосын маған рахметтеріңізді айтсаңыздар болады. Жалпы достар, бүгін вебинар осымен аяқталады. Жалпы курсқа маркетологтар, жұмысын ауыстырғысы келетін адамдар, кәсіпкерлер, кәсібін енді бастап жатқан адамдар қатыса алады. Жаңа айттым, курстың қанша бөлімнен тұратын, 2 курс бар, курс кәсіпкерлерге, курс копирайтерларға. Бағасын айта кетейін достар. Копирайтерларға арналған курс бұл жерде 20 күн болатын курс 50 000 теңге.
Бұл жерде ресейлік білім барлығы қосылған. Чек-лист, арнайы сабақ, порталда болады, модераторлар болады. Ал кәсіпкерлерге арналған курс бізде 20 000 теңге, ол 10 күн тұрады. То есть 10 күн өткізіледі. Ол жерде не болады? Отзыв алу әдісі, тақырып жазу, нативный реклама, именно қалай копирайтингтің 3 түрі, қосымша тағы бөлек, тақырып жазудың 3 жолы, осы бәрі кетеді. Ал курс, копирайтерларға курсылар, 10 түрлі лайфхактар болады, арнайы, қалай копирайтер ақша таба алады, қалай копирайтер оны табыс көзіне айналдыра алады, қалай маркетолог жұмыс жасай алады, қалай сен клиенттеріңе жарнаманы жеке-жеке жасай аласың, қалай өзіңе клиент таба аласың, және осыдан бөлек копирайтинг, офер, тақырып жазу, нативный реклама, call to action, lead магнит деген нәрселер осы курстарда жалпы үйретіледі. Жалпы достар, мына нәрсені түсіну керек та, кез келген уақытта ол шешім қабылдау керек болады. Вот сіз бүгін тіркелем, бүгін курстан оқимын, бүгін ары қарай осыны үйреніп нәтижеге жеткім келеді десеңіз, ол өз алдына бөлек. Мен қазір бірнеше видеолар көрсете кетейінші. Келесі микрофондарды келесі бетке апарып берейік. Мен OLX-ке не бердім? Экранға шығара қойыңдар. Офер жаздым, копирайтинг жаздым. Сосын осы 2 аптада звонок өте көп болды. Именно өзім туысқаным фазендасы бар еді. Соны интернет-маркетолог болдым да. И 2 компаниямен договорға отырайын деп жатырмын. Ет поставлять етеміз соларға, қалай айтсам, аптасына қанша 200 килограммнан астам ет сұрап жатыр. Сондай келесің бе, иә? Керемет. Және бөлісетіндер сенбі күні сабақтан кейін копирайтингті дұрыстап, қате жерлерімізді түзеп. Мен хостелден болам, атым Саламат, өзім етік сатумен айналысам. Сол мен өткен аптада объявление жіберген болатынмын, копирайтинг жайлы білмей. Экран жүктеп. Сол копирайтинг жайлы біліп, сол жаңағы доставка туралы нақты ақпарат бергеннен кейін маған көбірек ұсыныстар түсе бастады. Сатылым болды ма? Сатылым болды, ертеңге 2 товар алатын болды. Копирайтинг нәтижесінде, Копирайтинг нәтижесінде. Рұқсат болса, мен айтып өтейінші, менің ондығымда Ержан деген кісі бар еді, тұра қойыңызшы. Бұл кісі ДЦП инсульт алған кісілерді емдейді. Инстаграмға таргетинг реклама жіберген ғой, сразу тұршы. Ержанды көрсетіңізші, осы кісі таргетинг реклама жіберген, клиент бар, уже қазір бүгін барып тағы бір клиент алып кетті, оның алдында бір клиент болған, бір клиентпен 3 айға уже договорға отырып қойды. Копирайтинг. Керемет. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мен есімім Аман болады. Біздің компания негізінен халықаралық жүк тасымалдайды. Мен негізі Инстаграмға да, неге де OLX-қа да реклама берген, бірақ OLX-тан бір ғана 30 просмотр, бірақ бір телефон номерім көрген бір ғана адам болған. И сол маған хабарласты. 10 тонна 5 көп шығатын грузды жеткізіп берулеріңіз сұраймын деді. Сосын кеше хабарласты, мен бүгін айттым, бүгін түнгі сағат 12-ге дейін есебін шығарып жіберем дедім. Мөлшермен табысы қанша болады? Килограммнан $0.2 болады. $0.2 да. Жақсы, сосын бөлісесіз, е? Нәтижесімен Иә, Құдай қаласа. Және бөлісетін кісілер бар ма? Микрофонды жеткізіп жерсеге. Сәлеметсіздер ме? Мен есім Мадина. Мен де OLX-қа бір апта болды. Микрофон жақынырақ ұстаңыз. Бір аптаның ішінде 45 000 теңге таза табыс таптым. Нөлден бастадыңыз ба? Иә, нөлден. Қандай сала? Уборка квартира ғой менде. Уборка жасаймыз. Сон 3 клиенттен 45 000 теңге 3 күнде. 3 күнде, иә? Керемет. Нөлден бастадыңыз. Күнде звонок болып жатыр, сол офердің арқасы ғой енді. Жақсы, керемет. Және бөлісетін кісілер нақты қанша табыс, осы кісі сияқты қандай сала, сол айтып кетсеңіздер, қысқаша басқаларға кішкене мысал ретінде, мотивация ретінде, иә? Ассалаумағалейкум. Мен кешегі оперден кішкене алған сабағымнан маған күнінен 1 тоннаға етке заказ келді. Келістім да, енді өзіме қалатын таза табыс ол күндік 100 000 теңге. 100 000 теңге. Қуаныштымын, керемет. Және бөлісетін кісілер, хостелдан.
барлығымызға хостел сияқты ұйымшылдықты жасау керек. Саламатсыздар ма? Мен хостел миллионерлер мекен хостелден боламын. Мен бүгін 500 мыңға шуба сатып алдым и заказ түсті, оның үстіне маржам 50 мың теңге. Бір күндіктен. Саламатсыздар. Мен Рашидан Асылхан, миллионерлер мекеніненбіз. Мен салам посуды сату. Кеше Олекске салып, 15 мың теңге предмет алып, 5 мың теңге пайда таптым бір күн. Жақсы. Жақсы, және үлкен көлемде бөлісетін кісілер бар ма араларыңызда? Үлкен көлемде, иә? Мына жақтан 2-3 кісіге бер жерек микрофонды. Ассалаумағалейкум барша аламан жұрт, менің есім Дидар. Кеше сіздің жіберген бизнес копирайтинг tema, сол кітапты дұрыстап оқып, түнімен оқып шығып, кеше реклама жібердім, бүгіннің өзінде 3 клиент қабылданды. Таза түсетін пайда 40 мың теңге. Керемет, бір күннің ішінде, иә? Жақсы. Мінеки. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Мен сіздермен бөлісейін дегенім, 1-2 сағаттың ішінде 7 мың пайда таптым. Олексқа жарнама бердім. Түнде таң атпастан келіп, қаскелеңнен менің аяқ киім алып кетті. Мен таңдаған салам копирайтинг болатын. Қосымша салам, екінші редискам сол аяқ киіммен 2 сағаттың ішінде. Керемет, жақсы. Нөлден бастаған, жақсы нәтиже. Саламатсыздар ма? Мен есім Нұртас, хостелден боламын. Және де мен интернет-маркетолог, яғни реставрация мебелі. Осы бір аптаның көлемінде біз общий пайда 56 мың теңге. Бір аптаның ішінде? Достар, міне видеоны көргендеріңіздей, көп адам сұрағы ғой осы. Нәтижесі осындай, біздің осы уақытқа дейін біз 5-ші курсты қазір өткізіп жатырмыз. 5-ші нәтижесі осы сіздер көргенде, енді кез келген уақытта шешім қабылдау керек. Жалпы мысалы бір нәрсені ойладым ба, егер мүмкіндік болса, сол уақытта қатысып ал, сол уақытта үйрен, сол уақытта біл, өйткені заман өзгеріп жатыр. Сіз күннен күнге кейбір адамдар маған іздеп жазады да, ұлпан, мен мына нәрсені енді білдім, енді көрдім деп. Ал көріп, біліп жүріп 4 ай, 5 ай сол жүрген адамдарды мен жалпы түсінбеймін. Ал сыйлықтың шартын айттым, курс туралы айттым. Курс қашан басталады? Достар, курс 25-ші қаңтар күні басталады. Бізде тіркелу 21-не аяқталады. Себебі порталға біз әр қайсына жеке доступтар береміз. Сіздерде 6 ай сабақты кейін қайталап көруге мүмкіндік болады. Сондықтан сіздерге порталға доступ ашу үшін бізге уақыт керек. Бізде тіркелу 21 күні аяқталады. 25 күні бізде курс кешкі сағат 19:00-де басталады. Айттым ғой, бір сабаққа бізде 2 күн уақыт беріледі. Бір күн сабақты көресіз, ертесіне теорияны, практиканы орындайсыз. Модератор сізге керемет, жақсы десе ғана, сіз ары қарай келесі сабаққа өте аласыз. Сізге портал келесі сабаққа доступ береді сол кезде ғана. Жақсы ма? Курс кім қатысатынын айттым, иә? Топтарға бөлінеді. Топтарда, бір топта 10 адамнан болады. Жалпы достар, осы вебинардың соңында мен сілтеме қойып қоям, сайтымыз біздің, сол сайтқа өтсеңіздер, курс туралы толық ақпарат ала аласыздар. Жалпы достар, бүгінгі сабақ ұнады деп ойлаймын. Сіздерге көп-көп рахмет, байланыстарыңыз үшін, кері байланыс бізбен жұмыс жасағандарыңыз үшін рахмет. Және инстаграмға болсын, телеграмға болсын, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де сыйлықтарыңызды алу үшін мен маңыздылығын айттым. Сыйлықтың 90 түрлі кәсіпке жазылған тақырыпты, ерекше бұрын қайталанбаған тақырыпты алу үшін сілтемеге өтіңіздер. WhatsApp-тың болды сол жерде сіздерге ақырын біз тарата береміз. Жақсы ма достар? Сау болыңыздар.